Пишите комментарий. Комментарий. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, біз кезекті дәрісімізді жалғастырамыз. Бұған дейін біз имам Абу Баракат ан-Насафидің еңбегімен бастаған болатынбыз. Соның жалғасы бүгін фаслун фи исбатир рисалати. Бүгін пайғамбарлықты, елшілікті бекіту тарауы. Енді осы жалпы сол пайғамбарымыз оның дағуатына байланысты болады. Имам Насафи рахимахулла айтады: ирсалу русули мубашширина ва мунзирин юбайину линнаси ма яхтажуна илейхи мин масалихи дарайхим. Енді Алла тағала елшілердің жіберілуі, олардың ескертуі бар, олардың сүйіншілеуі бар. Адамдарға, адамдардың екі дүниеде қажет болған істерін баяндау. Пайғамбарлардың келудегі мақсаты сол. Себебі кейбір істі біздің ақылымыз шеше алмайды. Мысалы, 5 уақыт намаздың уақыттары. Бұл жаңағы шариғатымыз Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи арқылы бекітіп берген мөлшер. Егер біз ақылға салатын болсақ, бұны шешімін таба алмаймыз. Қалай? Мысал айтсақ, тастақ жамағаты таң намазының уақытын өздері белгілеп алсын десе. Біреу айтады, оны күн шықпай оқу деп бәрімізді қинамай, күн шыққасын асықпай оқитын қылайық та дейді. Мысалы, ақылға салсаң солай. Оны енді күн шыққан кезде бәріміздің бірдей қолымыз тие бермеуі мүмкін. Оны сол таңертең күн шықпай немесе күн шығып деп шаршамай, кешкі құптанды бәрін қосып бірақ оқитын қыла салайық. Бізге салса солай. Сондықтан бұны біздің ақылымыз шеше алмайды. Сондықтан біздің ақылымыз жетпейтін нәрсені Алла тағала не істеген? Өзі белгілеп берген. Сондықтан ал соны белгілеу үшін, соны хабарлау үшін Алла тағала ескертуші пайғамбарлар жіберген. Тозақ туралы мысалы, жәннат туралы, ақыреттегі есеп қисап, сират көпір, біз білмейміз, ақылымыз жетпейді. Сондықтан Алла тағала оның сипаттамасы туралы, оның белгілері туралы, олардың қалай болатындығы туралы не істеді? Елші жіберді де сол арқылы баяндады. Өйткені біздің ақылымыз барлық нәрсені бірдей шешіп кетеді. Сондықтан пайғамбарлардың да жіберілуі сол біздің бұл дүниедегі, ақыреттегі қажет болған кейбір нәрселерімізді шешіп беру.
Қалған жаңағы сантехникасы бар, электричествосы бар, оны өзіміз шеше береміз. Айнегін қай жақтан шығарамыз, оның жаңағы қалай жылытамыз, жазды күні қалай салқындатамыз, оны өзіміз шеше береміз. Мына стенасына не жазамыз, қандай люстра қоямыз, мына потологын қандай қыламыз, қандай кілем төсейміз, оны біз шеше береміз. Бірақ шариғаттың белгілеп берген нәрсесі бар. Ол не? Ол қалай салсаң да қыбыласы не болу керек? Шариғат талап еткен тарапқа қарап тұрған болу керек. Бұны біз шеше алмаймыз. Біздің шешетіміз оның сыртындағы қалған нәрселер. Мынаны ыңғайсыз тұр, мына тұсқа қойып қояйық деп айтамайсың ғой сен. Болмаса мына терезе жақта қағып кетті михраб, оны мынай төрге қарай шығарып қойып, мына қабырғаға деп шығарамайсың сен оны. Қанша ақылды болсаң да. Өйткені шариғаттың талабы бар да. Сен мұсылман намаз оқығанда оны қағбаға қарау керек дегенсің. Ал енді біздің кейбір дүние істерімізді пайғамбарымыз не деді саллаллаху алейхи вассалам, оны сендер менен жақсы білесіңдер деді. Біз кейде бір нәрсені ойлағанмен, ол архитекторларға келмеуі мүмкін. Айтады, олай салуға болмайды деген секілді. وَيُفِيدُوهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْحِكَمِ және көп бір хикметтерді пайда беру үшін ол жіберілді ол кісілер. Пайғамбар لِيَبْلُغُوا بِهِ الدَّرَجَةَ الْعُلِيَّةَ. Яғни біз сол пайғамбарлар келді, хикмет жеткізді, соның нәтижесінде біз белгілі бір уровеньге жоғары көтерілуіміз үшін. Мысалы, нәпсімізді жеңіп, адами формаға өтуіміз. Егер нәпсіге салатын болсақ, қазір бәріміз далада тыржалаңаш жүреміз. Ұнатады, айтады, ұнайды маған дейді. Мынау ұят болады, жап, ауырат мынау, харам деген нәрсені білмейтін болсақ, әркім өзінің ойына, ақылына келгенді істейтін болса, болмайды ол. Сондықтан біз сол нәпсіні тежеу арқылы өтірік айтуға болмайтындығын, ғайбат айтуға болмайтын, біреуді алдауға болмайтындығын, біреудің ала жібін аттауға болмайтындығын біз қабылдау арқылы біз өзіміздің естейміз, деңгейімізді көтереміз. Деңгейімізді көтереміз. Міне пайғамбарларымыз саллаллаху алейхи вассалам келуіндегі мақсат сол сізбен біздің бір адами құндылыққа көтерілуіміз ғана. Бір адам өміріне зиянды бір нәрсе тауғаш жоқ пайғамбардың өмірінде. Пайғамбарлардың өмірінде. Олар тек қана жақсылықты бұйырған. Тек қана. Фи хайзил имкан бәл фи хайзил уджуб. Жаңағы мүмкін деңгейінен міндеттілік деңгейіне дейінгі жетудегі біздің не пайда әкелуде жіберілген олардың мақсаты. وَلَا نَعْنِ بِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Енді бұдан шығатын қорытынды біз Алла тағалаға елші жіберу міндет деп айтпаймыз. Бұл біздің ақидамыз, ол сеніміміз. Елшілердің жіберілуі ол мүмкін нәрсе, жайыз. Алла қалады, Адам алейхиссаламнан бастап пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхиссаламға дейінгі аралықтағы елшілерді не пайғамбарларды жіберді. Ол Аллаға міндет болғандықтан емес. Алла міндетті түрде елші жіберу керек. Ол бізге ненің дұрыс бұрысын баяндау керек деген нәрсе жоқ. Қалады хикметі, жіберді. Ал енді жаңағы муътазилиттер не деді? Алла тағала адамды жаратқаннан кейін оны тура жолға бастау үшін міндетті түрде Алла тағала елші жіберу керек деп санайды. Сондықтан біз айтпаймыз Алла тағалаға елші жіберу уәжіп деп айтпаймыз. Яғни уәжіп деген Алла міндетті емес бізге елші жіберу. Өзінің хикметімен жіберді, біз иман келтіруіміз. بِإِجَابِ أَخَدٍ أَوْ بِإِجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ. Яғни біреудің ісіме міндеттеу немесе жаңағы өзіне уәжіп деген секілді мағынада емес. بَلْ الْمُرَادْ بِهِ أَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ حِكْمَةِ الْقَدِيمِ جَلَّ وَعَلَى. Ал енді елшілердің жіберілуі
ол Алла тағаланың бір қалаған хикметтерінен. Қалады. Неге қалады деп айта алмайсың сен? Жіберді, елші жіберді. Яғни оны және өзіміздің жынысымыздан. Қараш. Ертең біз Алланың алдында нәпсімізді ақтап алу үшін, нәпсімізді ақтамау үшін. Ол пайғамбар еді ғой, періште болғаннан кейін ол соны істеді, мен адам болсам қалай істедім? Жоқ. Сондықтан өзіміз секілді адамның жаңағы анадан бір әке бір анадан дүниеге келетін етіп етапымен жаңағы жас ерекше ержететін қылып сондай қылып шығарды. Шаршайтын, ұйықтайтын, тамақ жейтін, жүретін, үйленетін, сауда жасайтын, жаңағы жорыққа шығатын. Не үшін сонда біз ертең ақталмауымыз үшін? О сен жіберген пайғамбар тамақ ішпейтін еді, енді ол белгілі ғой деп біз айтатын едік. Жоқ, ішетпіз секілді. Бірақ нәпсін жеңді. Ұйықтайтын еді, нәпсін жеңді. Шаршайтын еді, нәпсін жеңді. Көрдіңіз бе? Намазға тұратын еді, дәрет алатын еді. Ауырат, салқын тиіп мысалы, деген секілді. Сиқырланды мысалы. Не үшін? Біз ертең сен жіберген адамға біз ілесе алмадық, өйткені ол адам емес еді. Сондықтан оның істегенін біз істей алмадық деп айтпауымыз үшін өзіміздің жынысымыздан, жаңа көзі бар, құлағы бар, кәдімгі адамның баласына не істеді? Пайғамбар шығарып берді. Сондықтан біздің еш қайсымызда үзір жоқ ертең Құдайдың құзырына барғанда. Алла Субхана тағала бүкіл адамның бойында бар сипатта пайғамбарлар жіберіп қойған. Ұсталық қылған пайғамбарлар болған. Баласын балам болған жоқ маған. Сен қатия маған бір бала бергенде мен құлшылық қылар ма едім дейсің болсаң, айтады, баласы жоқ пайғамбарлар өткен. Мен бойдақ болдым, бәлкім үйленгенде сен маған бір шиковасын нәсіп еткенде мен құлшылық қылып тақуалық қыра алмадым ба десең, үйленбей өткен пайғамбарлар болған. Менің бала шағам көп болды. Оның бәрін асырау менің мойнымда болды. Енді оны асырайын ба, мен құлшылық қылам ба деген десең, бала шағасы көп болған пайғамбарлар болған. Мен ауру болдым. Денімді сауығында бәлкім құлшылық қылар ма едім бе десең, ауруда пайғамбар болған. Бізде ешқандай үзір жоқ. Мен таңертеңнен кешке дейін жаңағы цехтан мен жұмыс істемесем, бала шағамды кім асырайды десең, Дауд алейхиссалам ұсталық қылып күн көрген, патша болып тұрса да. Көрдіңіз бе? Бізде ешқандай жоқ. Бәлкім ғалымдарымыз айтады, бүкіл пайғамбардың бойындағы сынақты Алла тағала бір пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға беріп қойған. 7 баласының 6-ауын көз тірісінде дүниеден алды. Ойбай, менің артында ұлғаған жоқ деген жоқ, пайғамбарымыз құлшылығын қылды. Мүшриктер не істеді жаңағы? Инна шанияка хуал абтар деді. Бұның тұқымы үзілді, бұның артында ұлы жоқ, ізін жалғастырар деген сондай сөздерді айтқан ғой. Сол артында бәленбай дүниесі, бәленбай мансап, билігі, жаңағы ұлдары қалған бір мүшриктің атын білмейміз, я? Дұрыс па? Ал артында ұлы қалмаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аты қияметке дейін айтылады. Әр азанда айтылады. Көрдіңіз бе? Мен я Раббым, артымда нақ менің ізімді жалғастыра ұлым жоқ деме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артында да болған. Фатима анамыздың өзі 6 айдан кейін қайтыс болған. Міне осындай нәрселер пайғамбарымыз. Сондықтан сен ешқашан көңілін сынбасын. Ойбай, менің әйелім арсыз, шайпау мінез, Құдай салмасын дейін десең, Алла тағала Нұх пен Лут пайғамбардың әйелдерін дінсіз, имансыз етіп қойған. Ажырасып кеткен жоқ қой, өмір сүрді ғой. Содан ұрпақ көрді. Не көрдіңіздер ме? Сондықтан біз басымыздағы Құдайдың берген әрбір сынағына біз сабыр ете білуіміз керек. Сондықтан Алладан сынақ сұрамаймыз, сабырлық сұрауымыз керек.
Алла сабырлық бар. Пайғамбарлардың бәрінің бойында бар. Осы отырған әрқайсымыздың басымыздағы сынақ пайғамбарлардың бәрінің бойында болды. Мүмкін біреуімізде кішкентай жоқ шығар, үйленгенімізде 5-6 жыл болды. Баласыз өткен пайғамбар. Иса үйленбеген де ол, бала былай тұрсын. Жігіт күнінде кеткен. Жас кезінде. Ер жетіп үлгермедім. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Көрдіңіз, сондықтан ол өмір. Ол өмір. Кейде біз сол осы нәрселерді білмегеннен кейін, сондықтан анау Құрандағы пайғамбарлар қиссасын оқу керек. Алла соны бізге ғибрат қылып жіберді. Қандай жағдайлар болды? Керісінше андай перғауын болды, залым кәпір. Әйелі мұсылман қылып қойды да, Алланың құдіреті жетеді. Нұх пен Лотты үлкен пайғамбар қылды, елші. Бірақ жаңағыдай Құдай қосқан жарын жаңағыдай қылып қойды, имансыз қылып қойды. Сонсыз ештеңе істей алмаймыз біз. Ештеңе істей алмаймыз. Ата-бабасы мұсылман болып өтіп, қазір тәңірші болып жүрген ұрпақтары бар. Атеист болып жүрген ұрпақтары бар. Ауадан түскен жоқ қой олар. Сондықтан Алла ұрпағымызды иманда, исламда сақтасын деп дұға қылайық иншалла. Шықпасын онда имансыздар ұрпағымыздан. Ертең немереміз атеист болды, бір Алла біледі. Көрдіңіз, сондықтан ол Нұхтың баласы. Балам кемеге мін деді. Мен мінбеймін, мен бүгін таудың басына шығып кетемін, Алатаудың басына шығып кетемін, су жетпей қалады деді. Әкесі пайғамбар Нұх айтты, балам деді, бүгін ондай ешқандай бір су жетпеген жер болмайды деді, бәрін топан су басады деді. Жоқ әке деді, мен өзім білемін, кемеге мінбеді, иман келтірмеді. Әйтпесе әкесі пайғамбар. Сондықтан біз тағдырға иман келтірді, құрметті жамағат. Ән-ту'мина бил-қадар хайрихи ва шаррихи миналлахи тағала. Жақсылығы да, жамандығы да Алладан деп біз иман келтіргенбіз. Мұсылманбыз, иман келтірген. Кішкене тентек болып жатса, тәрбиелеуге тырысып, Алладан дұға қылып, түзу жол табуын сұрауымыз керек. Әйтпесе біз ештеңе істемейміз. ويستغل ألا يوجد ما كان في مقتضيات الحكمة الباري. Аледі Алла тағаланың бір хикметі болмады деу, бұл мұстақил нәрсе. Сондықтан Алланың бұл хикметі пайғамбарларды жіберу. Бірақ міндетті іс емес ол. Біреулер ойлағандай. Енді Алла тағаланың белгілі бір мақсатсыз болуы ол мүмкін емес нәрсе ол. Адамды жаратудағы оның жаңағыдай біреуін ізгі, біреуін жаңағы имансыз қылуы, оның бәрінде бір хикмет бар. Біреудің бойысынуында, біреудің бойысынбауында бар хикмет. وهذا لأن الوجوب في الحقيقة لفظة يعبر بها عن فضل تأكيد لوجود المذكور. Енді негізінде міндет деу бұл мынадай бір сөз, яғни Алла тағала айтылған бір хикметті жаңағы баяндау, оның артықшылығын көрсету мақсатында. Яғни бұл жерде жаңағыдай бір Алла тағалаға міндет болып қалды деген нәрсеге біз түсіп қалмауымыз керек. Яғни Аллаға міндетті деген кезде Алла соған мұқтаж, соған жаңағы мәжбүрлі деген сөз шықпау керек. Бәлкім бір Алланың хикметін білдіреді деген мағынада қабылдау керек. Өйткені біз Аллаға еш нәрсе міндетті болу, ол сені біреу міндеттеген болады. Ол Құдай оны ешкім міндеттемей, сен елші жіберуің керексің. Анаға қауымға Нұхты, мына қауымға Лұтты, ана қауымға Ибрахимді, мынаған Закария, Яханы жіберу керексің деп ешкім айтпайды Алла тағала. Егер жіберген болса, ол өзіне бір міндетті іс болғасын жіберген жоқ оны. Мына Аллаға міндеттет, мына қауымға пайғамбар кеми қапты ғой деген сөз емес. Яғни өзінің хикметінің жүзеге асырудағы оның несі әрекеті жібергісі қалады, жіберді деп біз қабылдаймыз.
كما أن الامتناع يعبر عن تأكد لوجود لا وجود له. имтинақ пайда болу, жоқ болған нәрсенің болмауы деген нәрсені білдіретін. Сол секілді уәжіп деген нәрсе бар болу керек болған нәрсені білдіреді. وهما في الحقيقة متقابلان يكبرنا قارن تقابل الأضداد وهذا كما أن ما علم الله تعالى وجوده يتحقق وجوده لا محالة. مثلا الله تعالى bir нәрсенің бар болуын қаласа, ол нәрсе бар болады. Білген болса, онда оның сол пайда болады деп. Ол солай болады. Оны ешқандай мүмкін емес нәрсе емес. Мысалы, біздің бүгін 25-ші жылы 3-ші ақпанда осы мешітте құптаннан кейін отыратындығымыз Алла, о, әлем жаратылмай тұрғанды білген. Сол білімі бүгін жүзеге асып, біз осы жерде отырмыз. Бұның бәрі Алланың қалауымен. Өйткені Алла білді біздің осы жерге бүгін дәріске келгіміз келетіндігін. Болмаса біреудің намазға келіп, имам айтқан кезде қалып кететіндігімізді бәрін білді. ويجب وجوده لا على معنى أنه وجوده بإيجاب أحد. Енді ол Аллаға міндет деген кезде ол біреудің міндеттеуімен деген мағына шықпайды. Бәл әнна вужудаху ятахаққу ла махат. Өйткені Алла тағаланың қалауы ол өзінің қалауымен жүзеге асып, біреу оны міндеттеп жүзеге асырмайды. وإلى هذا القول يذهب جميع من يقول بوجوب الشكر المنغم قبل ورود الشرع. Енді бұл وإلى هذا القول енді осындай бір тұжырымға мына бір адамдар барады, сөйтіп адам шариғат келмей тұрып, адам нығметке шүкір ету міндетті деген секілді тұжырымға барады дейді. Мысал қалай, мен мысалы мына нәрсені қазір бауырыма беретін болсам, бұл кісі маған не істеу керек? Осы нығмет үшін рахмет айту керек. Рахмет ұстаз бергеніңізге деген секілді. Енді осы шариғат келмей тұрып, осы біреудің істеген жақсылығына сен рахмет шүкір білдіру міндетті нәрсе ме, міндетті нәрсе емес пе деген мәселе қозғалады да бұл жерде. Сондықтан бұл жерде жаңағы масхаттар, көзқарастар пайда болады. فالحاصل أنه في حيز الممكنات عند كثير من المتكلمين. Сондықтан бұл Алла тағала біраз ақида мамандарының көзқарасында Алла тағаланың адамдарға елші жіберуі бұл мүмкін істердің деңгейінде. Яғни мүмкін. Қалады жіберді, қаламаса жібермейтін. Міндетті емес оған. وعند المحققين من متكلمي أصحابنا енді Матурidi мектебінің кейбір ғалымдары, яғни ақида мамандары, في حيز الواجبات, яғни Алла тағалаға тиісті істердің бірі деп көрсеткен. Яғнуна әннәу мин мұқтадаятыл хикма. Яғни сендер де мына жерде Аллаға бір нәрсе міндеттеп тұрсын ғой деген кезде біздікіне жоқ, біз міндеттеп тұрған жоқпыз, бәлкім біз Аллаға тиіс деп жатқанымыз, яғни оның хикметтерінен деп не істейміз дейді, түсіндіріп береміз дейді. Лиәннәл халқа мәжбулун анин нақиси уәл джахалати. Өйткені жаратылыстың көбі кемшілікке, білместікке де бой алдырады. Сондықтан міндетті түрде оған бір ескерту келу керек деген секілді уәж келеді. Енді сонда сен міндетті түрде бір елші келу керек деген кезде сен Аллаға бір нәрсені міндеттеген келеме десе жоқ. Бәлкім ол біздің олай деп айтуымыз, яғни Алла тағаланың міндетті түрде бір хикметі болу керек, мыналарға біреудің жаңа жол көрсететін деген мағынада. Мысалы, біз мына мешіт алдына сақ қоя салдық. Бірақ енді салып атқанда бізде бір нәрсе болды ғой, дұрыс па? Қандай нәрсе? Мына ішіне намаз оқиық деген дұрыс па? Әлде құрсақ қоя салдық па? Сол секілді Алла тағала адамды жаратып атқан кезде дейді, оған елші жіберу керек емес деген секілді ұғым болмақ деген. Адам жаратылып атқаннан кейін оған не керек болу керек? Біреу керек болу керек, жаңағы істерді баяндайтын. Ол анық болды ғой дейді. Осы мағынада түсіндіріп жатыр. Мустағидуна лиззиядати ва булуғу даражатил алия фи илми вал хикмати. Енді біз жаңағы біз кейбір шарғи үкімдер. Енді Алла тағала бізді жаратып атқан кезде білді ғой ертең бізге намаздың, оразаның, зекеттің, қажылықтың фарыз болатын, дұрыс па? Дейді, бізді
біздікілер айтады. Енді сол кезде ол анық болды ғой дейді. Анау біз ақылымызбен жете алмайтындығымыз анық. Сондықтан біреудің келіп не істеу керек, бізге үйрету керек болды ғой дейді. Әйтпесе ол жаратып атқан кезде Алланың хикметіне мыналарға ешкімді жібермеймін деген нәрсе болған жоқ қой дейді. Ертең бұлар, қазір мен бұларды жаратып жатырмын, олар ертең көбейеді. Енді оларға біреу керек болады ғой, дұрыс па? Сол секілді нәрсе дейді. وهو موصوف بالرأفة والرحمة على عباده. Алла тағала сөніп қалды ма? Бұлай жаза береді екенсің сен. Алла тағала пендесіне өте мейірімді. Біз ойлағаннан да мейірімді. Біз кейде ойлаймыз, неге Алла көмектеспейді? Неге Алла жәрдем бермейді деп ойлаймыз біз. Бірақ біздің Алла бізге жәрдемі сондай, біз оны көре алмаймыз да кейде. Біздің көре алмағандығымыз оның рахметті емес екендігіне дәлел емес қой. Қиналып жүрмейді, неғып маған көмектеспейді дейді. Сенің бәлкім сол жүргенің сол Алланың рахымы ғой. Дұрыс па? Сен күнә істедің бір кезде. Неге жазаңды бермеді? Неге жазаңды бермеді сен? Өйткені ол мейірімді болды. Сен содан аман қаласың. Сөйтіп басыңа бір қиыншылық келсе, неғып маған көмектеспейді? Саған көмектескен. Көмектескен Алла Субхану тағала. Шыр етіп бізге анамыздың құрсағында жатқанда көмектескен. Қараш. Шыр етіп дүниеге келгенімізде бізге көмектескен. Біз аш қалмасын деп ананың көкірегінен екі жолмен жазды күні салқын, қысты күні жылы сүт беріп тұр. Сен еще келесінде айтасың, Алла мейірім жоқ. Жоқ. Ол анау сүт шықпай қап, смеш ішетіндер бар, дұрыс па? Неге шығарып алмайсыңдар? Шықпайды ол болды. Сосын не істейміз? Смес береміз. Сондықтан ал шығып тұр ма? Ол Алланың мейірімі. Тішің шықпай қалды ма? Ананың омырауынан айырылған уақытта. Жоқ. Аузыңа тіс берді. Енді анау омыраудан шыққан уақытта шайнап жесін деп. Бірдеңен тістеп алсын деп. Жесін деп тіс берді. Енді сонда мен ер жеттім, маған тіс бермей қойды деп айтыңдаршы. Қане қайсыңа тіс бермей қойды? Керісінше біз өзімізге залымбыз. Сол әке жежеміздің тісін құрайды, жеме деген тыңдамай не істейміз? Өзімізге зұлымдық келтіреміз, тісімізден айырыламыз ба? Алла Субхану тағала Құр'анда айтады: "Уала заламнан уалакин кану анфусахум язлимун." Мен адамдарға зұлымдық етуші емеспін дейді. Адамдар өздеріне зұлымдық етеді. Сен білесің ана коланың денсаулығына зиянды екендігінде, қанты көп құрамында екендігін. Бірақ ішесің бір. Сосын айтасың, Алла тағала осы маған неге денсаулық бермейді? Сен берген денсаулықты құртып атсың ғой? Дұрыс па? Қан жейсің, тәтті сусындарды ішесің. Құртып атсың ғой сен. Біреулер жаңағы шарап ішеді, Алласы, біреулер темекі тартады. Сосын айтады, мен Құдайға не істедім дейді. Сен Құдайға ештеңе істей алмайсың сен. Сен өзіңе істедің, болды сол. Өзінше ойлайды, мен Құдайға не жаздым? Сен жазам десең де Құдайға ештеңе жазамайсың. Істе шал. Ештеңе істей алмайсың сен. Сенің әрбір істегенің кім үшін? Өзің үшін. Өзің үшін.
Ал Алла пендесіне өте рақымды. Сол елші жіберуінің өзі, әңгіме соған келе жатыр ғой. Елші жіберуінің өзі ол рақымшылығы ғой. Әй, енді міне сен деген мынаны жіберейші, осыны тыңдаңдаршы енді деп тұр ғой бізге. Ал енді сол елшінің бізге ұрлық жаса, қылмыс жаса, зиян нәрсені қолдан деген жері бар ма? Жоқ. Өзіміз біз істейміз. Қазір кроссовка киіп келіп отырсыңыздар, біразыңыз. Үйіңізге барғанша табаныңыздан қанша сыз өтеді. Алла тағала адамға ақыл берді, сол ақылды ілім берді, сол ілімді істетті де, біреулер істеді, қысқы киім ойлап тапты. Не үшін? Денсаулығынан су жаңағы ызғар өтпесін деп. Біз не істейміз? Оны кимейміз, не киеміз? Бізге денсаулығымыз емес, бізге сән, мода кішкене қажет болып тұрды. Сол қажет болып тұр. Пима киіп жүрсе қандай рақат болатын еді ғой. Аяғымыз қайнап жүретін еді ғой. Бірақ ол пиманы кимейміз ғой. Неге? Залымызда. Өзімізге, соны ешкімге емес, өзімізге. Жалаң аяқ кисең де болады, проблема жоқ. Көрдіңіз, біз өзімізге ғана зұлымдық жасаймыз. Әйтпесе Алла субхана тағала пендесіне өте рақымды. Өте рақымды. Қазір соның бәрін беріп отыр. Қыздыратын ұлтарақтар бар, е? Бір кигізден ойып салатын едік қой ауылда. Пиманың қонышын кесіп, ұлтарақ жасайтын аяқ киімдерге. Қазір ондай керек жоқ. Өзі қызып тұратын ұлтарақтар бар. Пайдам жоқ, пайдаланбаймыз. Сосын сіз өтеді. Сосын айтып, я Алла, маған бала бер дейді. Я берем қой саған, сен аяғыңнан сіз өтіп кетті дейді ғой. Қалай берем мен саған дейді, сен аяғыңнан сіз өтіп кетті ғой. Саған берген оны. Оны құртқан кім? Біздің өзіміз. Енді дәл уақыт, керек уақытта не істейміз? Дейміз. Кеш. Сондықтан Алла субхана тағала өте рақымды. Өте рақымды. Жанымызға батқан кезде мен не істедім дейміз. Істей алмайсың сен ештеңе. Сен өзіңе істедің, болды. Біз саған зұлымдық етуші емеспіз, сен өзіңе зұлымдық жасадың дейді. Әй, киініп шық деген кезде киінбейтін едік қой. Жылы ұста, өзіңді жылы ұста деп. Енді қазір не істейміз? Ыңқыл қыламыз көп. Тізе ауырады, біреумізде бел ауырады, біреумізде бүйрек ауырады. Бәрі, негізі бізді Алла сауғып жаратқан бізді. Сауғып жаратқан. فَلَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ إِمْدَادُهُمْ بِمَا يُوجِبُ زَوَالَهُ. Алла тағаланың мейірімі, рақымы бізге деген ешқашан тоқтамайды. Неге мысалы 10 күн тоқтамай қар жауғызып тастамайды, құдіреті жетеді? Көміліп қаламыз біз. Просто көміліп қаламыз болды. Бір күн жауған қарды тазаламай жатырмыз ғой. Егер тоқтамай 10 күн жауса не боламыз сонда біз? Жоқ, мейірімі бір күн жетеді. Сонымен әбгер болып қаламыз. Қалап, пробка болып, тағалап, жүре алмай бір-бірімізді түртіп кетіп жаңағыдай болып қаламыз да жаңағыдай. Бір ай жаудырса не боласың ойшы? Сондықтан Алла тағала мейірім соны арасында береді, арасында. Жылтып қояды. Бір күн бір боран соққыз, өне-мені бір Құдайдың күні бұзылды деп. Жоқ, ол күнде боран соққыз батқан жоқ қой. Күнде 50 градус аяқ, енді арасында циклондар болады бұл. 50-ге көтеді, 17-ге, 20-ға көтеріліп кетеді. Кінә өзімізде. Тон албасақ дәнеңе жоқ қойып, аяғымыз бар пимамен, тер шалбар киген ғой бабалар. Сол тер шалбар киіп алсақ, ешкім алмайды. Дұрыс па? Пима кимейміз. Басымызға картоз киеміз, қыстыгүні, құлақты жаппаймыз. Сосын ауырамыз. Құлақтан зығар өтеді. Басқа деген секілді.
Алла тағала біздің білімдерімізге зияда қылсын. Иншалла, Құдай қалса, келесі дүйсенбі сабағымызды жалғастыратын боламыз. Субханакаллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма тақаббал минна иннака антас самиъу ва туб алейна иннaka антат тауваб. Аллахым, өзің рахметіңмен бізді жәннатқа кіргіз, Аллах. Я Раббана тағала, өзің рахметкен, өзің кешірген, өзің жақсы көрген пенделердің қатарына қос біздерді, Аллахым. Алла тағала біздерді ілімдеріміз зият етіп білмегендерімізді білдіре көр, Аллах. Сен мейірімлісің, сен рахмет. Алла разы болсын.